Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін киіз және ойыншық ұлттық өнер мен тәрбие сабақтастығы бойынша сұрақ жауап аламыз. Сен аққозы туралы не білесің? Бұл біздің бұрыннан келе жатқан ойыншықтарымыз және де ата-бабаларымыз өз қолынан жасаған. Саған қандай ұлттық ойыншық ұнайды? Маған қазақ ұлтының барлық ойыншықтары ұнайды. Бірақ оның ішінде қуыршақ ұнайды. Қуыршақтан көптеген заттарды үйренуге болады және ол өте көрікті ойыншық. Саған қандай ұлттық ойыншық ұнайды? Маған ағаш ат ұнайды. Сен өз қолыңмен ұлттық ойыншықты көрдің бе? Жоқ, көрген жоқпын. Сен ұлттық ойыншық туралы не білесің? Бұл көне заманда келе жатқан ойыншықтар, оны біздің ата-бабаларымыз өз қолымен жасаған. Киіз басу туралы не білесің? Мен бұл туралы білмеймін және осы сұрақты бірінші рет келіп тұрмадым. Сен өз қолыңмен ұлттық ойыншықты көрдің бе? Иә, әрине. Оның ішіне мен қуыршақ жасап көрдім. Сен киіз басу туралы не білесің? Киіз басу бұл біздің ежелден келе жатқан қолөнеріміздің бір түрі. Және де киіз қойдың жүнінен жасалады. Киіз арқылы біз балаларға ойыншық, киім тігіп бере аламыз. Қолыңмен ұлттық ойыншық жасап көрдің бе? Иә, мен өз қолыммен ұлттық ойыншық көрдім. Оның ішінде қуыршақ. Кезінде қуыршақты маған өзімнің әжем немесе анам тігіп беретін еді. Мен оған шашын ойрап, оны әсемдеп безендіріп беретін едім. Ал қазір мен қуыршақты өзім қолыммен тігіп, өзім оның киімін тігіп шашын ойрап жүремін.